Бәріңе сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен боянатын боламын. Және де қандай макияж десеңіздер, латина макияж жасайтын боламыз. Латина макап деген бізде осындай. Сіздерге көрініп тұр ма білмеймін. Осындай макияж. И именно осы макияжды қайталайтын боламыз. Және де мен қасымда айнамен не жағады екені көрініп тұр. Бірақ енді обязательно крем жағатын боламыз. Менде прям кожаны қайта өшеді. Увлажнять ететін крем. И осы кремді дұрыстап жағы жүрек. Менде праймер емес, сразу айтам. Бәрін күштілеп жағу керек. Әйтпесе тоналканың бәрі скатывать етіп кетеді. Все, достар, мен уже крем жағып болдым. Енді тоналкаға кірісетін боламыз. Мен осы тоналканы жағатын боламын. Бәрін сүртіне болып кетті. Болды, міне тоналканы мына жерін сүріп тастадым, потому что хайлайтерма бірнеге жағып қаптым. Енді бірінші қолға аламыз. Қолға алайық. Кішкене емес негізі. Латинамек дегенде ол жерде прям служить ететін тоналка и пудра. Так, прям алдық. Мен, кстати, спонжикті сулап келдім бағана қадақ. Енді жағамыз. Бұл аз болып қалған сияқты, так что давайте тағы да жағы жүрек. Мен айтқандай, плотный тон керек. Латинамейктан. Потому что ол жерде андай ғой. Оларда кожалар не блестеть, матовый да кожалар олардың. И блестеть вообще етпейді. Мен ойлап тұрмын да кішкене бүйтіп. Мына жағы жүрек. Мынау аз. Шекеме вообще аз болып қалыпты. Ой-бай. Не, осы қандай фирма екен білмеймін. Бір бәле. Короче, Хенликс па сондай бір бәле. Мен білмеймін бұл тоналканы аты қандай екен. Это бұл мамалардың косметикалары. И мама косметик. О-о. Ладно, ничего. Жағасамыз. Все, тоналканы жағып болды. Мына жерге тағы жүрек. Шекеме аз болып жатыр да просто бағанағындай ақ кетпес үшін кішкене басым төпеге көтереміз. Енді растушевать етеміз. Мен айнаға қарайтын боламын, сол үшін мәмірме қойыңыздар. Мен өзі макияждарды көп қолдан жасамаймын. Мен цветотип бойынша маған жарасатын макияж ол корейский макияж. Ол жерде розовый, көбінесе розовый цветтер қолданады. Точнее, румяна қолданады. Бірақ мен осы латино мейкап жасап көрейін дедім. Потому что маған интересно да латино мейкаптың қалай жасады екенін. И, конечно, білем, что латино мейкаптың уж популярности кетіп қалды. Но бірақ все равно жасап көрейін деп шештім. Мынау плотный емес он. Достар, короче, мен осындай тоналка алып келдім. Эмили. Крышкасы бұныңкі емес негізі. Крышкасы жоғалып қалған. Сосын давайте жағайық. О май гад. Ол плотный лау сияқты надан қарағанда. Например, яркий ғой. Ойлап тұрмын. Бізде мамада консилер бітіп қалған. Сосын осыны консилер қылып қолданайын ба деп ойлап тұрмын. Но бағанағы ағызғаным аз болып қалды, сосын бай ағызып тастадым. Мен, короче, өз жақсам, енді бұны растушевать ету керек. Енді бұл прям, қараңдар достар. Ну прям светлый тон ғой. Но прям енді плотный тон деп атауға болады. Мен білмеймін, плотный тон қылып атауға бола ма, болмай ма? Енді жаға береміз. Если что, осы жерде боянуды жақсы білетін адамдар отырса, көріп отырса, пожалуйста, мәмірме қойларыңызды, хейт жазбаларыңызды сұраймын. Потому что мені көп боянбаймын. Стала жағы жүрек. Так, ойбай, не болып кетті. Прям светлый екен. Мұрныма
тоже жақтым. Енді шекені растушевать ету керек, сосын болды. Қазір мен сразу результатпен келетін боламын. Ну, планкамен растушевать етіп болған соң. Короче, мне болды, мен көзін кішкене растушевать етіп тастау керек. Мен подумала и решила, что типа мен консилер ретінде ол станокын жақпаймын. Потому что, ну давайте, ладно, кішкене жазып жіберейік. Дұрыс ойламайды екенмін. Консилер жоқ, сосын осы консилер ретінде жағамыз. Потому что бұл яркий свет екен. Міне. Нормально жаттым, аталықы білмеймін. Бірақ, если честно, көп жағы жүрген сияқтым. Ну ладно. Келесі бізде контуринг, міне контуринг. Осы Латин Америкада контуринг прям көп. Сол үшін контурингті жағатын жерлеріміз осылай. Сосын мұрынға қазір жағамын кисточкамен. Потому мұрынға ровно жағу невозможно. Толстый ғой, несі? Қырында толстый прям. Мен, короче, осындай кисточка алдым. Енді бұны өстіп алатын боламыз. Деп ойланып кетсем да. Енді мұрынға мен қарап жатырмын туториалды. Бізде мұрын контуринга бітеміз. Что это? Я не понимаю, что это. Ну ладно, қалай шығып отыр, солай жасап отырмын. Так, мына жері қосылып тұр. Мұрын жапақ болайын деп тұр ғой, контуринг емес бұл точно. Ну ладно, қалай шықты, солай жасаймыз. Бұны білмеймін әлі. Так. Не жабылмай қалды. И достар, қарадым, мен үшіге кішкене өсіп жағып тастадым. Білмеймін қалай болады екен. Енді растушевка жасаймыз. Так, растушевка. Контур нормально шығып жатыр ма? Өзім түсінбеймін әйтеуір. Бірақ менде Латин Америкада қайталағым келіп тұр. Шыға ма деп ойлап тұрмын мен енді. Қазір сосын румяна жағатын боламыз. Бұл жерде румяна қатты рөл ойнамайды екен Латин Америкада. Сосын румянаны особо көп жақпаймыз. Контуринг носы. Контуринг носы нормально шыққан сияқты ғой негізі. Балдес! Прям кішірейіп тастаған ғой достар. Камерада нормально көрініп тұр. Все, я растушевала. Енді келесі бізде румяна. Все, таптым. Енді кішкене бітістік. Осылай румяна. Так, бұл румяна еще блестяшкалармен. Бұл пигментированный емес, конечно. Пигментированный болса прям жаман болушы еді, негізі шын айтсам. Енді бұны кішкене бүйтіп. Ну прям розовый. Кішкене жабық розовый болса прям күшті болушы еді. Осы жерге жақ жүрек. Так. И осы жерге көзге жақтық. Главное не переборщить с румянами, потому что... А то бетім қызыл помидор болып кетеді. Так. Енді растушевка. Бәрін бір спонжикпен жасаймын, потому что... Чтобы не переборщить именно с румянами. Әйтпесе румяна перебор болып кетеді. Қатты көрмейді ғой деймін, румяна. Тағы да жақ жерем ғой деймін, потому что аз. Да, тағы да жақ жерем. Бірақ маған негізі пока что результаты ұнап жатыр. Пока штосы ұнап жатыр. И мен мұрныма жағуды ұмытып кеттім. Мұрныға бет кішкене жақ жерек. Или жақтым ба? Я забыла уже. И өзге бет тағы да жақ жерек. Бағана ғана жағамыз. Бірақ подбородыққа жақпаймын. Не надо уж подбородыққа.
тез жағайық. Менде әлі этаптар бар, достар. Этаптар әлі көп. Маған еще кірпікті ұзын қылып істеу керек как-то. Потому что латино мейкап прям тоже кірпік ұзын болу керек. Достар, еще ол жерде стрелка істеу керек. Бірақ мен стрелка істей алмаймын. Білмеймін, әйтеуір қалай шығады екен стрелка. Келесі енді біз так хайлайтер аламыз. Бізде мамада екі хайлайтер бар. Біреу осындай. Сейчас покажу. Біреу белый, а біреу розовый прям. Румяна хайлайтер ма бір бәле. И мен бәрібір осыны таңдаймын. Так, маған кисточка алу керек. Кішкене сүртіп жүру керек. Потому что немножко тоналкаға жағыл қапты, чтоб не было удобно носить. Бүйтіп аламыз и жағамыз. Мына жерге нормально жағамыз қазір. Бұл жерде қайдағы румяна, хайлайтер тоже прям роль ойнайды екен. Мен білмеймін әйтеуір. Вау, қараңдар, күшті блестеть етіп отыр. Оны қазір потом растушевать етеміз. Прям өстіп жағайық. Бұл жерде өстіп жаға салайық. А бұл жерде тоже солай. Так, тағы румяна оларда. Көзін үш жағында жағып тұр. Бұны мен саусақпен жағатын сияқтымын уже. Все. Жоқ, болған жоқ. Енді бұны тоже растушевать ету керек. Бұны саусақпен растушевать ететін сияқтымын. Потому что қолмен, спонжпен растушевать етсек, жағып қалады. Мені растушевать етілмей жатыр кішкене. И соны растушевать еткенде осы спонж тағайын. Міне осы жақсы келеді. Прямо пока что ұнап жатыр. Қалай шығып баратқан. Латино мейкапқа ұқсап баратқан сияқты. Мұрным прям сиять етіп отыр ғой. И я хочу сделать попробовать геосаль. Но оларда геосаль істеп тұрған жоқ екен. Бірақ кейбіреуінде геосаль істеп тұр екен. Енді көздің яблочкасына үстіп... Ойбай, яблочкасына емес қой. Үстіп жағы жерек. Міне. Ойбай, мына жақта нормально шықты. Ар жақта бір түрі шығып еді, сосын бұны тағы да бүйтіп істейік. Көрінбей қалды. Почему көрінбей қалды? Бүйтейік. Кішкене растушевать етейік. Болды, ең нормально болды. Келесі бізде латино мейкапта көзіне бір тене жағады екен. Бірақ мен тень емес, бізде ондай цвет жоқ. Именно сондай цвет жоқ болып қалған. Почему-то. Сол үшін мен контур жағам. Көзге так немножко. Растушевать етіп көрейік потом. Білмеймін қалай шығып жатыр. Созылып кетті. Стрелкиді қалайсыз? Короче, достар, мен растушевать еттім. Енді стрелки сызып көрейік. Білмеймін, стрелки нормально сызыла ма, білмеймін. Прям нормально сызайықшы, пожалуйста. Көзді мен, короче, біттім. Көзді нормально шықты. И стрелки сыз көрейік. Менде стрелки осындай. Не знаю, какая-то фирма, потому что жазылып тұрған жоқ фирмасы. Скорик. Короче, достармен стрелка сызуды білмеймін, сол үшін зубочисткаға өстіп етіп отпечаток істеп көрейік. Достар, короче, мен более-менее сыздым. Осылай шықты. Екеу екі түрлі болса да хотя бы сыздым. Сыздым хотя бы. Енді келесі бізден болады туш. Туш кірпікті прям ұзын қылу керек бізге. Осындай туш. Биколардан. Давайте поставим кірпікті бояуға. Бізге прям ұзын кірпік керек. Потом біз липком бар істейтін боламыз.
Кейбіреулермен істесек вообще ұзын болушы еді. Негізі латино мейкапта ресницаларды клеить етеді. А мен бүйтіп ойым, что не хочу клеить. Он 5 сағат клеить ету керек. Потом оны шешу керек. Ойбай, достар, қараңдар. Деп тұрасың ғой. Достар, короче, мен бояп болдым. Мына жерден прям бәрі жаман көрінеді, но былай нормально көрінеді. Мен, короче, достар, тағы да көзім кішкене бояп жүрем деп шештім. Потому что прям көзім көрінбеді. И өстем. Не, осылай енді нормально болған сияқты. Что на контуринг болғаннан прям жақсы келеді цветі. И қазір мен үстінен хайлайтер жағып жүрем. Егер золотой хайлайтер болса, вообще золотой блестяшка болса, күшті болып шығады прям енді. Ойбай, не оқиды. Мынаны газап жүреміз. Все, көзім еттік. Енді хайлайтер жағымыз қайттан. Менде прям латино мейк шығып атқан жоқ сияқты. Потому что латино мейк вообще ұқсамайды. Но сіздер потом оценкаларыңызды жазып кетесіздер. Так. Өстіп. Осылай. Енді орнышке тағы жағып өстік. Келесі енді біз лип-комба жасайтын боламыз. Лип-комбаға бізде карандаш пен помада керек болады. Бізде осындай помада, екі карандаш жасайтын боламыз қазір. Так, карандаш біләгі. Она кішкене өйтіп румяна жағып жүрек. Сухий румяна. Ойбай, она сыпется вообще. Кішкене жағып жүрек. Сухий румяна. И көзге де кішкене жағып жүреміз. Болды. Мен карандаш жасап тұрған адаммын. Так. Мына жерде карандаш қайда кетті вообще? Онда карандаш тұрған. Болды, таптым. Карандашты точилкамен бірінші штаб аламыз. Латино мейкқа вообще ұқсамайды негізі. Енді контур жасаймыз. Мен айнаға қарап тұрам. Так. Үстіп, мына жерде яма тұр ғой, соны бүйтіп сыпсам. Қолым дірілдеп тұр барға. Осылай. Короче, достар, мен уже блесті жағып, макияжды аяқтадым. Енді осы видео сіздерге ұнаса лайк басып, подписка істеп, комментарий. Осы видео макияж ұнады ма, соны жазып кетіңіздер. Мен үшін для начала норм. Но бірақ менде бәрі біртүрлі шықты. Алыстан прям нормально көрінеді. Жақыннан прям бүйтіп қарасаң уже ошибкалар бірақ көрініп тұр. Енді келесі видеоға шейін кездескенше.